М, Так, ұйқыдан тұрдым ғой. Так, сағат неше болып қалды? 7 болыпты ғой сағат таңғы. Бүгін не істеуге болады? Жаңа үйге көшкеннен кейін кайф болып қалды. Так, мына жақтан жуынып алсаңшы. Бүгін негізі план жоқ. Так что бүгін демаламын походу. Бүгін особо қатты қызық болады деп ойламаймын. Так, өшіре салайыншы мынаны. Так, кухнядан барып тамақ жеп алайын, сосын бір ноутбук па ойнайтын шығармын қайтадан. Так, печенье жетіп қалады. Так, ноутбук ойнайын ба, әлде ақ телевизор көрейінші. Ауылдарда зомби қаптап жүр. Сіздерді үйлеріңізде отырып сыртқа шықпауларыңызды сұраймыз. Так, ё-моё, ауылға дейтін зомбилар келеді дей ма? Мен енді қорғанам зомбилардан. Маған походу бункер салу керек, әлде үйімді жақсылап қорғау керек. Так, мен бірінші жителерден барып сұрайын, не істеуге болады, әлде оларға бірінші ескертіп ала салайын. Өзім қорғана берем кейін. Так, жителер ауылда, ауылда грядка теріп жүр ғой, қазір жителге барып айтайыншы. Так, жител. Не болды, Рони? Не болғанда ше, ауылға дейтін зомбилар келін деп жатыр ғой. Қайтып қорғанамыз, білмей болсын ба? Шын болу керек, мен бағана телевизордың жаңалықтардан көрдім, біздің ауылға да келін деп жатыр. Басқа жителерге де ескерту керек қой онда. Ескерт, мен соны саған ескертуге келгем. Мен өзім қорғана берем. Так, мен желдің астына бункер салған негіз дұрыс болып қалады ше. Зомбилар кіре алмайды, оны бұза алмайды. Тем более жердің астында бункерімді салсам, мен білмей қалады олар. Так, осы жерлерге сала беремші, жердің астын қазып бункерді. Бірінші бункердің материалын таңдап алған дұрыс болып қалады. Так, қандай материалдан салсам болады? Так, осы жерлерден қазым. Так, маған дейтін железный блок жақсы. Қатты, тем более зомбилар бұны сындыра алмайды деп ойлаймын енді. Так, онда қазып бастай берейін бункерді салып. Тез. Бункер дейтін қатты үлкен қылмайын, жетіп қалады. Негізі ше, сәл 5 блоктан сасам. Терең қыла берген дұрыс. Зомбилар қатты байқап қоймайды. Бүкіл керек компьютерлердің бәрін ішіне сабалам да. Өзім бір 2-3 күн отыра тұратын шығармын зомбилар кеткенше. Так, тез істеу керек. Түнде негіз кеп қалу керек зомбилар ше. Біздің ауылға негізі бірінші рет келін деп жатыр. Зомбилар вообще бірінші рет бункер салып қорғанайын деп жатырмын. Терең қыла берген. Бля, уголь шықты оның елден. Так, тез қазу керек. Жителдердің не істейді екені, өздері қалай қорғанады олар. Мен главный ескерттім оларға. Зомби келеді деп үйлерінде есіктерін құттап қойып отырса да зомбилар кіре алмайтын болу керек походу. Уже тас шығып жатыр мына жақтан. Қасып тастау керек десіз. Жаңбыр жауып кетті ғой уже. Сіздерде не жаңалық, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Мен мына жақтан бункер сала берейін. Так. Қатты үлкен қылмайым, бірақ енді мынандай да қылмайым, қазір тағы мына жақтан қазып бір бөлме жасайым. А то мынау қатты кішкентай болып кетеді. 2-3 күн смело өмір сүруге жететін болса болды. Ішіне комп, тамақ бәрін кіргізіп алам.
жителдер бункерге кірем демесе болар еді. Мен бұны салам дегенше түн болады, түнде зомбилар келіп қалады, үлгермейді олар кіріп. Так, мен тез сала берейін. Мынау қатты кішкентай болып кетті, бөлме қосам, наверное, тағы қазып. А то болмайды. Мен онда салып бітіре берейін, сосын жалғастыратын боламын видеоны. Ішіне бөлме қосам заттарды. Так, достар, менде осындай бункер пайда болды. Енді іші кең, өзіме жетеді. Мына тамақтар сап қоям, жарық бәрі бар. Мына темір есік қойып қойдым, ана жерде броням тұр. Керек болса киіп аламын, мына телевизор. Мына жатам да, қазір мына өзім ноутбукымды әкеп жататын боламын. Енді осы жақта 2-3 күн зомбилар кеткенше. Так, мына естен кнопканы басып шығып кетемін. Мына саты қойып қойдым жоғарыға шығатын қылып. Тез шығып кетейін қазір. Мына сыртынан андай жасыл ковермен жауып қойдым. Зомбилар байқамай қалады. Жердің светімен бірдей ғой ковер. Так, мына жақтан тамақ алайын. Бірінші очередь. Так, осы печенье алма бәрін ала салайын. Осы тамақтардың бәрі 3 күнге смело жетеді маған. Так, мына жақтан ноутбугымды алайын, Wi-Fi алайын. Бункердің астында Wi-Fi қатты ұстамайды, походу. Так, ноуды алайын и Wi-Fi алайын. Так. Тез кіріп алайын, уже сағат дейтін түстен асып атыр ғой. Кеш болып қалады қазір резко. Так, тез кірейін. Мынаның дейтін бетін жауып қою керек маған. Зомбилар дейтін кірамау керек. И өзім шығауым керек қой кейін. Так, темірлікпен жабамын, наверное. И так, кілт қойып қоям. Так, кілт қайырды. Кілтпен ашып жауа беретін болам. Так, ашып ат жабылады. Так, ішке келіп заттарын жайғастырайын мен дейтін. Мына дейтін Wi-Fi-ді қойып қоя салайын жоғарыға. Мына жерге ноутбукты қойып қоям. Ал мына жерге так, сағатты қойып қоясың. Так, бұлай емес. Бұлай қоям. Так, дейтін болды менде. Тамақтарды салу керек. Сосын болып қалады. Бункерім полный дайын. Зомбилардан қорғануға, өмір сүруге. Так, дейтін сәл отыра тұрыншы. Так, дейтін бізде уақыт қанша болып қалды? Біраз болып қалды. Ебат. Түн болып атыр екен ғой уже, кешкі сағат 7 болыпты ғой. Зомбилар келді ме екен? Дала қараңғы болып қапты. Так, нелен шығайын. Так, дейтін зомбилар. Еба! Ауға дейтін зомбилар қаптап кетіпті ғой. Естің алдында жүр. Тез кіріп кету керек. Тез кіріп кетейін. 3 күннен кейін зомбилар кетеді деп ойлаймын енді. Бүгін түнде күннен өртеніп кету керек. Жақсы, онда достар, мен видеоны осы жерден аяқтаймын. Зомбилар кеткеннен кейін видеоны жалғастыратын боламын.